Мен ағымдағы жылдың 25 сәуірі мен 6 мамыр аралығында Ақтөбе өрлеу филиалының ұйымдастыруымен қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту тақырыбындағы 2 апталық курстан өттім. Курс аясында біздер тапсырмаларды мақсатқа сай саралап беруді, жаңартылған білім беру мазмұны негізіндегі саралау тапсырмаларын тиімді ұйымдастыру, соның ішінде қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қысқа мерзімді жоспарды тиімді ұйымдастыруды үйреніп, сол негізде демо сабақтар қорғадық. Сондай-ақ эссенің жазылу түрлерін, әдеби эссенің шебер жазылу жолын меңгердік. Осы теориялық алған білімімізді практикамен ұштастыру мақсатында Ақтөбе қаласындағы номері 25-ші, 30-ші, 38-ші және 60-ші орта мектеп базасында жанды процесс негізінде көре білдік. Ол жерде тек қана белсенді әдістерді ғана емес, сабақ кезінде сандық платформалармен де қазақ тілі әдебиеті сабақтарында тапсырмаларды тиімді ұйымдастыруды білген болатынбыз. Сөзімнің соңында айтарым, осындай жаңағы мұғалімдерге 2 апталық курс ұйымдастырған өрлеу біліктілікті арттыру филиалының басшысына және ұжымына, сондай-ақ біздің тренеріміз Анаргүл Сағынбайқызына, курс тыңдаушыларының атынан үлкен алғысымды айта отырып, сіздердің ұжымдарыңызға шығармашылық шыңдалу мен толағай табыстар тілеймін.